ағым баяғы Жанаргүл 1974 жылы дүниеге келгем. Алматы қаласында тұрып атқаныма 25 жылдай қалды. Жолдасым бар және 22 жасар қызым бар. Мен өзім осы Алматы облысы Кеген ауданының қызымын. Тұрмысқа шыққан жерім Шымкент облысы Кентау қаласы. Отбасын құрғаннан кейін бір 2-3 айдан кейін осы Алматы қаласына тұрақтадық. Мен осы медицина саласында істеп жатқаныма бір 10-15 жылдай болып қалды. Бұл жерде менің міндетім кассада, регистратурада 6:30-7 үйге барамыз. Таңғы күні бойы жұмыстамыз. Яғни мен жерде науқастармен жұмыс жасаймыз. Сол үйге барғаннан кейін барлық әйелдердікі сияқты үйдің тірлігі, тамақ істеу, жолдасым мен қызымды жұмыстан күтіп аламын. Жұмыс орны деген коллектив отбасынан қарағанда жақын болып кете ма деймін, өйткені күні бойы уақытымыз коллективпен өтеді. Бұрындары мына сіздердің өнімдеріңіз ламифаренді білмей тұрған кезімізде осы дәрілерді алып ішіп жүре беретінбіз. Яғни білесіздер, құрамы химиялық заттардан тұрады, элементтерден тұрады. Сол себептен бір жерімізді емдегенмен бәрібір де бір жерімізге ол химияның әсері болады. Енді барынша денсаулығымызды күтуге тырысамыз, ауырмауға. Сол себептен қалай сіздердің өнімдеріңізді қалай білдік, осы Қазақстанның рыногына келіп атқанына бір жарым жыл болған кезде мен білдім. Содан бері тұрақты тұтынушысымын десем болады. Яғни мен жұмыс істеп жүрген уақытымда бізде медицина саласында 6 ай сайын медосмотр жасайды әр сотрудниктен. Сондай кезде менің бауырымнан гепатит анықтады. Яғни мен оған дейін денсаулығым дұрыс болған. Соның 6 ай бұрын тістерімді жасатып едім осы Алматы қаласына енді толық айтпай қояйын, бір стоматологиялық орталыққа. Мен сол жерде инструменттен жұқтырып аттым. Инструментте болады ғой енді. Содан кейін жан-жақты іздендім, қалай емдеуге болады. Препараттармен емес, табиғи жолмен емдесем деп іздендім. Сондай күндердің бірінде бір дәрігерге барып едім. Сол кісі маған айтты, осы Қазақстан нарығына келіп атқанына өз 1,5 жыл болды. Сіз осы номерге хабарласып, жақсылап танысып, ұнатсаңыз осыны ішіңіз деп үлкен профессор кісінің өзі маған осыны кеңес берді. Содан мен сол номерға звондадым. Сіздердің орталықтарыңызда менеджерлер жақсы жауап берді, уақытылы әкеп берді. Мен бастап іштім. Бірінші курсын. Ешқандай дәрі қосымша қабылдамадым. Тек қана осы сіздердің ламифаренге сендім. Бір жағынан сенімімде көмектескен шығар. Адам сеніп пайдаланса барлық нәрсе ем болады деп айтады ғой негізі. Сендім, бірінші курсын іштім. Одан кейін сіздердің кеңесшілеріңіз 6 айдан кейін тағы звондап, 2-ші курс көріңіз деді. Оны да көрдім, ішіп. Содан кейін барып анализ тапсырдым. Сөйтіп едім, өте көп көмектескен маған. Менің бауырымнан бөлек буындарым бәрі ауыратын. Кәдімгідей қозғаламай да қалатын күндерім болған. Буындарыма да көмектесті. Жалпы мына давление деп айтады, төмен түсіп кететін. Оның да бір қалыпқа түсті. Содан бұл жақсы нәрсе екенін көзім жетіп, маған емі болғаннан кейін 3-ші рет алып іштім тағы да. Біраз уақыт өткізіп. 3-ші рет ішкеннен кейін тіпті көңіл күйімде өзімді жақсы сезіндім. Сол 3-ші курстан кейін. Қазір уже мен сіздердің ламифаренді пайдаланғаннан кейін 5-6 жыл болып қалды. Мен қазір буыным, Құдайға шүкір, тәй-тәйді қойын, мүлдем одан кейін қайталаған жоқ. Әйтпесе жыл сайын күз кезде менікі кәдімгідей ұстап қалатын буындарым. Енді андай гормональный препараттар ішіп жүретін, білмеген кезде ламифарен туралы. Қазір мен толық ламифаренге көзім жеткеннен кейін өзім анама да кеңес бердім. Осыны алып ішіңізші менімен бірге, мен как раз 3-ші курсын алайын деп жатырмын деп. Мамама да алып бердім. Ол кісі де шүкір жақсымын деп айтады. Сол себептен мен ламифаренге сенем. Болашақта
өзім үшін профилактика жасау үшін ешкім келеді. Оны ауырған кезде ғана емес, мен постоянно рахметімді айтып отырам осы ламифаренге. Дәмі де постепенно үйреніп кетесің, өзім іздеп тұратын болдым. Кейін үшінші ішкенімде прямо андай іздеп уақытылы ішіп, содан өзім денсаулығымды толық қалыпқа келтірдім десем болады. Көзім жетті мен. Осы 1 жыл бұрын өзімнің жақсы құрбым бар. Сол мамам ісініп кетеді, давлениесі көтеріліп түспей жатыр деген кезде. Сіздердің тараптарыңыздан менде андай жеңілдіктер болды. Сол себептен мен ол қызға айттым, жаңа дос жолдас қызыма. Менің жеңілдігіммен алып осыны беріп көрші, менің анам осыдан жақсы болған дедім. Ол кісі де алды менің атымнан, сіздерден. О да анасына берді, өзі де ішті. Енді жүрген жеріме айтам, мен андай бір денсаулық туралы әңгіме болып қалған кезде мен ең бірінші кезекте барлық адамдарға ламифаренді айтуға тырысам. Осы ламифаренді қабылданғаннан кейін мен сіздерге айттым, көптеген ауруларымнан біраз айығып кеттім. Сол себептен бәріне осы нені пайдалануға кеңес берем, ламифаренді. Болашақта да өзіме пайдаланамын. Қазір отбасымызда да жаңа қызыма да, жолдасыма да, менің жолдасым жүргізуші болып жұмыс істейді. Яғни күннің суығы, жолдың ұзақтығына қарамай өте сапарларға шығады көп. Оны да үйретіп қойдым ламифаренге. Мен бірге таңертең бірге тұрамыз ғой, жұмысқа шығарда. Сен де бір қасық ішіп аш деп. О да басында кішкене үйренбеген ғой. Қазір о да жақсы үйренген. Сен содарың не болып кетті деп қояды маған. Алғысым шексіз сіздерге. Өте көп көмектесті. Құрметті ламифарен ұжымы, сіздерге үлкен алғыс айтам. Сіздердің арқаларыңызда денсаулығымызды түзедік. Әрі қарай ұжымдарыңызға тек қана биік белестерден көрініп, сәттілік тілеймін. Көптеген науқастардың алғысына бөлене беріңіздер. Сіздердің арқаларыңызда біз де денсаулығымызды түзеп, барынша көңілді жүрейік. Істеріңізге сәттілік тілеймін. Үлкен рахмет.